Ал анау театрның ашылғаны ол үлкен құдірет. Үлкен құдірет, үлкен күш керек, маған бұл дүниеден босануға рұқсат болады. Театр ашылғанда Виоганада сөйтіп кетті ғой, сол 7-ші театрын ашып кетіп қалды бұл дүниеден. Оның несі өмірі қиын болды, ауруы. Ал мен денсаулығым онша қиын емес екен. Онда 7-ші театрың ашылғаны ол мүмкіншілік. Жаңа цивилизацияға, оның осы жерде пайда болуға өзінің жері болу керек. Оның қазір бір мүмкіншілігі бар. Мүмкіншілігі оның бір империяны ыдырап кетсе, ол керек сөзсіз. Бір рет 17 жылда кетті осы империя, 91 жылда кетті Совет империясы. Енді федерацияның бәрі халықтар аңсып жүр бостандықты. Якуттар, башқұрттар, кавказдықтар, карелдер, мордвалар бәрі дайын шығуға, Ресейдің шығуға. Оның несі енді терек шіреді, енді балта дайын оның шіреген терекке. Сонда үлкен жерлер, менің картамен сонда 96 жылда ма сол, КГБ-ның адамдар алып кетті, сонымен қолмен сызып тастағаным. Сонда сызғанда бәрі Якутия кірді, бәрі Саха, Монголия бұлай сызып келіп, біздің батыс жақта Қытайдың астындағы жағын менің маймандарым тұратын Алтай кірді жаңа цивилизацияға. Бірақ бұлай бұрылып, мен анау Урумчині Қытайға қалдырып қалдым. Сонда түртіп қалды. Сонда ол сұрады, мынау ұйғырлары біз ешқашанда жеңе алмаймыз дедім. Ол оңбаған халықтар, қазақтың нағыз жаулары. Оларға Қытай нағыз пайда болсын, Қытайдың қолын астында қала берсін. Бізге олардың жерде бір тиын керек жоқ. Тұрфан несі, сөйтіп, сол карта сол комитеті жатқан шығар. Қазақтың жаңа цивилизацияның. Сонда жаңа цивилизацияның өлшемі кем болғанда 15-17 миллион шаршы километр. Ол анау Латин Американың континентіне бірдей теңдес. Жаңа цивилизацияның өзінің жері өлшемі бір континентте болу керек. Сонда біз көшпенді өмір сүріп, жаңа цивилизацияның дамуын шамамыз болады. Сонда мына мейірбандық жолмен дамуға адамзатқа сіз көмектесе аласыз ғой? Иә. Мейірбандықпен бір сөзбен орыстарды көндіру керек. 88-90 жылдарда қазаққа нағыз үлкен көмек көрсеткен, қазақты босатқан орыстар. Сол орыстардың демократтары Яков деген, Бурбулис, Станкевич, Бурбулис литовец, Станкевич поляк, Гавриил Попов, Москваның мэрі, ол грек, понтийский грек, Новодворская, бәрі сол, соның ішінде орыстың офицерлері, ақ офицерлері. Олардың сезімі оянып, бір мезгілде тасталқан шығарды, совет несінен сөйтіп, қайтадан төңкеріс болды ғой сонда октябрьде 93 жылда. Сонда да қарсы шыққан орыстың офицерлері, сезімі биік офицерлері, қазіргі менің бір үмітім, сол орыстардың қазіргі демократтары, бірақ Путин жаншып, әбден олардың бәрі қылмыскерлік жүрді. Бірақ кішкентай тірі жандар бар Ресейде. Олар көтерілу керек, ақ армияны көтерілу керек. Ақ армия Путиннің бәрін тасталған шығарды, қан төгіссіз. Сонымен олар Англия сияқты бәрі колонияны босатады. Федерацияға орыс бірлестігі болатын болса, кіруге болса, және шамалы кіре берсін. Бірақ алтын сатының бұл неде өзінің қонысы болу керек. Айтпаса, бәрі белгілі. Апат болады, онда бәрі де айырылады. Елінен де, жерінен де, билігінен де, бәрінен де. Қазіргі болып жатқан оқиға 7-ші центр ашылғаны ол қаржы құрылысына. Үлкен күш. Сол күшті мен ақырындап жасап қазір менталмен көндіріп жатырмын соның сезімдеріне. Енді үміт, жалғыз үміт қалдады орыстардың
болмайды. Онда Ресей революцияның ағымына кетеді. Ресейдің несі кемесі. Ал болмаса талай елдер жерден кетті, қандай күшті болғандары. Ассириялар кетті, римдықтар кетті. Бәрі кетті, ешкімді еске алмайды оларды. Сондай жақсы хабар. Тамаша. Иә.